Сәлем оқырман. Айсұлтан болса Гуанчжоу қаласында Қытай мемлекетінде жүр. Көбіне бір ой келді енді, ол не деп ойлайсыздар? Әрине мөлдірдің артынан келді деген. Жігіт шынымен де қызға келді ме, әлде саудаға ма, қалай ойлайсыздар? Махаббат бар болса, екеуі қосылуы әбден мүмкін. Қандай сәйкестік дейсің, басқа елге бармай Қытай мемлекетінде жүру? Сол бір қалаға баруы тектен тек емес болар деймін ау. Айсұлтан ешқандай тіл қатпады, тек суретін салып отыр. Ол суретте ержігіттің қызық комментарийсін оқығаны. Бәрекелді, бұл бір жай Гуанчжоу емес ау. Сезім аңқыған Гуанчжоу шамамен депті. Келісесіз бе ержігіттің сөздерімен? Ал мөлдір болса Инстаграмға өзінің кішігірім ойымен бөлісуде, айтып берейін. Көп нәрсе жазғым ақ келіп тұр деп тұрмысқа байланысты өлең салды. Сәйкестік бе Айсұлтан келгенде осылай шығарғаны? Қыздар, тұрмысқа шығу жетістік емес. Күйеуге шығу қол жеткізбейтіндей асқақ арман емес. Ол жай ғана жаратылыс заңдылығы. Сондықтан жалғызбын деп қымақпаңыз. Айналадағы адамдардың асықтыру мен қате таңдау жасамаңыз. Сіз өмірге тек бір рет қана келесіз. Бір-ақ рет сүресіз. Ендеше сол жалғыз ғұмырыңыз баянды болсын десеңіз, жар таңдаудан қателеспей. Асықпай соқыр махаббатпен көзіңізді байламай өзіңізге қайырлы болған адамды күтіңіз. Адамдар өмірге жалғыз келеді, жалғыз кетеді. Сол себепті жалғыз қалудың еш қорқынышы жоқ. Ең қорқыныштысы біле тұра, сезе тұра қате таңдау жасап, жардың жанында жүріп жалғыздықтан бақытсыз болу. Асықпаңыз, сіз өзіңізге аманатсыз, депті мөлдір. Ал оқырмандардың пікірін оқып көрсек, Аймаля кешірет деп ойламаймын. Тимур да барған артынан Турцияға ештеңе шықпады ма, айта алмаймын, қосылуларына тілекшіміз. Браслетті егесіне тағып сонда Малямен бірге қалшы. Бірге жұмыс істеп бір-біріне көмектесіп болатын. Тірлік жасап дұрыс жағына шығындаршы. Қосылайықтан не бар, кешке дейін астынан су кеткенше отыра беріп. Сіз Маля үшін барғаныңыз белгілі. Құдай осы күнді қанша күн тостық. Ақыры жеттік, енді Малямен сөйлесіп қосылып кетіңіздерші, өтініш. Дейлі оқырмандар, ал сіз қалай ойлайсыз?